Таңертең ұйқыдан тұрғанда асқазаныңызда тас бардай ауырлық сезінесіз бе? Немесе аузыңызға жиналған ащы запыранды жиі сезесіз бе? Онда сіздің асқазаныңыз ластанып жатыр деген сөз. Токсиндерге, қажеті жоқ қоспалар мен холестериндерге байып жатсыз. Оның бәрі күнделікті энергетик сусындар, ащы тағамдар, қуырылған майлылығы жоғары ауыр заттардың ағзаңызды тез қартайтып жатқандығының белгісі. Оны нығыздап толтырып жатыр деген сөз. Ендеше ағзаңыздың жалпы ішкі құрылысыңыздың қалай тазартуға болады? Қазіргі біздің айтатын кеңесімізге құлақ асыңыз. Ағзаны қалай тазартамыз? Патшалық пісте араб тілінде хабатул мулук. Бұл ішек қарын жолдарын және бүкіл ағзаны жылдар бойы жиналып, денемізді ластайтын зиян заттардан жақсы әрі жылдам тазартатын өсімдік құралы. Өзі кішігірім бұршақ немесе кофе дәні іспеттес. Бұл патшалық пістені ислами дүкендерден таба аласыз. Оны көбіне Египеттен әкеледі. Ішек жұмыстары мен ішкі құрылыс жүйесі бұзылып, үнемі ауырлық пен іш қату кезінде таптырмас құрал. Гастрит және мерез кезінде сақтықпен қолданған абзал. Ағзаңыз жеңіл қорыта алатын жеңіл диеталық тағамнан бастағаныңыз жөн. Оларға көкөніс, жеміс, ботқа жатады. Пістенің 1/4 бөлігінен көп қолданбағаныңыз, яғни 4-ке бөліп ішесіз. Пістені жүкті әйелдерге және балаларға қолдануға болмайды. Шөптер. Таңертең іш жүргізетін піштен ит жұмырт 1 ас қасығы 1 стақан қайнаған суға қойылып, қайнатпаларын қабылдаңыз. Күннің алғашқы бөлігінде 4-6 стақан жаңа сығылған көкөніс нәрсуларын, яғни сәбіз, қызылша және сәбіз бен қиярдың сусындарын қабылдаған жөн. Сонымен қатар, тазару кезінде зығыр, асқабақ дәндерін, өскін, жаңғақ және сапалы майларды, оның ішінде зәйтүн, күнжіт, зығыр, асқабақ және тағы да басқа майларды қолданған абзал. Ішекті тазалау. Барлық бұл жағдайларды қарапайым судағы зығыр дәндерімен шектеуге тура келеді. 1 шай қасық зығыр дәнін 1 стакан суға қайнатып суытамыз. 2 сағаттан кейін тұндырма дайын болады. Алайда термоста 1-2 күн бойы ұстаған абзал. Түнде жатарда 1 стақан сүзілмеген тұндырманы дәнімен ішу керек. Тұндырма 2 апта ішіледі. Бауырды тазалау. Жарты лимон шырыны мен жарты грейпфрут нәр суын алып, 2 ас қасық зәйтүн майымен араластырыңыз. Бұл қоспаны 5 күн бойына таңертең аш қарынға тамақтан 1 сағат алдын ішу қажет. Бұл құрал өт тастарын жойып, оларды ағзадан шығаруға көмектеседі. Бұл үрдістің жеңілдігі үшін күн бойына итмұрын қайнатпасын ішіңіз. Бүйректерді тазалау. Маусым кезінде қарбыз, қияр, қауынды жеңіз. Бүйректерді шырындармен тазалауды дәрігер Уокер ұсынды. Оның айтуынша, нандағы және де басқа да концентратталған крахмалды өнімдердегі органиксіз заттар, негізсіз кальцийлер бүйректі дәнектерге құрайды екен. Бүйректердің саулығы мен тазалығы үшін ол кісі мына шырынды ішуге кеңес береді. Сәбіз, қызылша, қияр қосымшасы. Болмаса, сәбіз, балдыркөк, ақжелкен қоспалары. Қызылша және қырыққабат нәрсуі. Қызылша ағза тазалаушы ең таңдалмалы өнім болып табылады. Ол аздап іш айдайтын және несеп айдайтын әсерге ие. Ас қорытуды жеңілдетіп, ішектерден улы заттардан шығарады. Жаңа сығылған қызылша нәрсуін ішіңіз. Және де қызылшаны сорпаларға және салаттарға қосуды ұмытпаңыз. Ішкі құрылыс жүйесі және бауыры ауыратын адамдарға қызылша нәрсуін қолдануға болмайды. Қырыққабат нәрсуінің құрамында күкірт пен йод бар. Ол екеуі қосарласып, ас қорыту мүшелерінің шырышты қабықтарын тазартады. Сонымен қатар, қырыққабат нәрсуі ақуыз бен кальцийдің қалыптасуына көмектесіп, жүйке жүйесінің жұмысына оң әсерін тигізеді. Итмұрын шайы. Итмұрын жемісін ұсақтап, 2 ас қасық ұсақталған итмұрынды 2 стақан қайнаған суға термосқа тұндырасыз.
және 10 сағатқа қойып қоясыз. Сүзіп аласыз да күніне тамаққа 30 минут қалғанда жарты стаканмен 2-3 рет қабылдаңыз. Дайындалған шайды 2 тәуліктен артық сақтамаңыз. Сапалы түрдегі ағзаны тазарту кезінде ағзаға зиян болатын нәрсенің түспеуін және түскен нәрсенің ағзадан шығуын қадағалау қажет. Және ағзаны қажет болған заттармен, ағзаға жетіспейтін дәрумен, минералдармен байыту керек. Сонымен қатар, ас үлесіңізге қышқыл сүт өнімдерін де қосуды естен шығармаған жөн. Күніне 2 литр су ішу және де жоқ дегенде айына 1 күн болсын жеңіл тамақ жеуді әдетке айналдырыңыз. Сонда асқазаныңыз да, ішкі құрылыс жүйелеріңіз де, ағзаңыз да жеңілдеп тазара түседі. Күнделікті энергияңыздың мол екендігін байқай бастайсыз. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, пікірге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздің бұл туралы ойыңызды білу бізге маңызды. Егер каналды қолдағыңыз келсе, біздің арнаға тіркеліп, сіздің азғантай ғана әрекетіңіз біздің әрі қарай жұмыс істеуімізге үлкен шабыт сыйлар еді. Сау болыңыздар.